бізде функция тақырыбының екінші бөлімі ол функцияның графигі. Бұл бізде өте маңызды тақырып, яғни именно функцияның графигі ол міндетті түрде тест кітапшасында бірнеше есептер келеді. Енді осы тақырыпқа қатысты бізде мектепте өтілетін бірнеше функциялардың түрлері бар. Солардың суреттерін салып өттік. Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтеміз. Ең бірінші функция мынадай координаталар жүйесі, яғни координата жүйесі. Бұлай стрелка көрсетілген, x өсі деп айтылады. Бұл яғни мына жерде 0 деген нүкте, ортадағы бастапқы нүкте. Осыдан 0-ден 1, 2, 3 деп былай қарай өседі, былай қарай дәл солай болады, бірақ теріс. Мында 1 болса, мында -1 деген сияқты. Дәл солай горизонталь бағытта, вертикаль бағытта y өсі көрсетілген, 1, 2, 3 жоғары қарай арта береді, төмен қарай минус болып кете береді. Ол екі бір-біріне 90 градус жасап қиылысады. Осы екеуіне байланысты функция графиктер туындайды. Жалпы y тең мысалға 2x деген функция графигін тап десе, мысалы x-қа 0 берсек 0, яғни ол бір нүктенің арада. x тең 1 берсек, y-гіміз неше болады? 2 болады. 1 берсек 2 уже. x 1 берген кезде y-гіміз 2 болса, екеуінің қиылысқан жері мына нүкте, мысалы 1-де мынау, 2-де мынау. x-қа 2 берсек қанша болады? Так, 4 болады. x-қа 2 берсек, мұнда 4 деген нүкте болса, так осы 4 деген мына нүктеге келеді, 2 деген мына нүктеден келеді. x-қа -1 берсек қанша болады? x-қа -1 берсек, y-гіміз -2 болады. Так, -1 мен -2-дің қиылысқан жері мынау болады. -2 берсек, уже -4 болады. -2-де -4. Түсінікті. Мынандай бір нүктелер пайда болды, енді негізі тіптік болу керек. Осылар нүктелерді қосатын болса, бізде мынандай бір түзу шығады. Яғни бас нүктеден өтетін тіп түзу нәрсе шығады. Енді сәл былай y көзіне жақындаған. Енді бізде нақты тор көз болмағаннан кейін, точностьны шығару қиындау. Жалпы осылай. X-қа мән береміз, y-ін табамыз, сөйтімді екеуін қиылысқан жерін точкалап белгілеп отырамыз. Қайсысы шығады. Сөйтімізде қисық шығуы мүмкін, оны бұлай бетіп ниеттен саламыз енді әртүрлі. Енді функцияның графиктері түрлі бөлінеді. Бұлай y-x өсіне мән беру арқылы біз координаталар жүйесінде белгілей аламыз. Енді функцияның графиктері бұлай. Ең бірінші бізде түзудің графигі. Ол мына түрде беріледі. Y тең ax плюс v, немесе y тең x бөлінген a. Мына x-тің бір ғана дәрежесі бар. Екі емес, тек бір дәреже болған кезде, және де ол x бөлшектің алымында не болмаса просто так өзі келсе. Ал бөлшектің бөлімінде келсе уже ол басқа әңгіме. Егер бөлшектің алымында не болмаса бөлшексіз келетін болса, онда ол міндетті түрде x-тің дәрежесі 1 болса ол не болады? Онда ол түзу болады. Егер мынандай нәрсе болуы мүмкін, y тең мысалға x плюс 3, астында x минус 1. Бұл уже бөлек, бұл түзу емес, бұл себебі астында x бар, и сосын бұл күрделі, тағы бір неше түрлі волна пайда болған, сондай бір график пайда болуы мүмкін. Мынау жалпы түзудің теңдеуі. Түзудің теңдеуі есте түсіру керек. X бөлшектің алымында келеді, егер бөлшек болып келсе, егер бөлшек болып келмесе, x-тің бір дәрежесі болады. Екеуінде де x-тің бір дәрежесі болады, бұл түзу. Ал x-тің 2 дәрежесі болған кезде не болады? Ол уже мынау. Әрқайсының аты бар, мынау түзу, мынау парабола. Мынау тағы бір аты бар, оның ақтын тұр, мынау гипербола, одан синусоида, косинусоида деген сияқты. Енді мынандай нәрсе бар. Мынау y тең x квадрат деп көрсеттік қой. Y тең x квадрат осындай бір формулада келген, яғни x-тің 2 дәрежесі болса, онда болды, ол не парабола, мынандай қисық. Бұл қисықтың түрлі болып келуі мүмкін, ол мынандай болып келуі мүмкін, ол мына жерде тұру мүмкін, ол былай теріс қараған қисық болуы мүмкін. Ол енді мынандай нәрсе болмайды, мынандай график болмайды, тек жоғарыға, төменге қараған. И былай орналаса береді. Графиктер түрлі. Осылай түрлі нелер орналаса береді. Бұны біз айтамыз парабола. Парабола. Енді сіздер 11-ге өткен болсаңыздар, 9-дан 10-ға өткен болсаңыздар, бұның бәрі білесіздер уже. Кемінде бір рет болса да парабола, гипербола деген сөздерді оқытыңыздар. Y тең x квадрат, бұл бұған бір 3 деген сан қосылып тұру мүмкін, немесе x квадрат плюс 2x минус 3 болуы мүмкін, бәрінің график осы парабола болып келеді. Себебінде не бар? Себебінде x квадрат деген нәрсе бар. Бұл параболаның теңдеуі. Одан кейін x квадрат болған кезде мынандай болады екен, ай сияқты. Ал x куб болған кезде қандай болады? Ол кезде мынандай болады. Міне былай келеді. Бұл да түрлі. Мысалы, мынардан өткен болуы мүмкін. Или былайынан болуы мүмкін. Мүмкін былайынан болуы мүмкін. Түрлі жағдай бар. Y тең x куб болған кезде осылай. Осындай функция келеді.
x куб, оның қасына мысалы 3-ті қоссаң, мысалы мынау уже 3 бірлік жоғары қарайды. 3 бірлік мына жерде 3-ке келеді. 3-ті азайтсаң, уже мына жерге -3 бөлікке түседі. Ол уже түсінікті. Жалпы тест кітапшасында бірең-сараң есептер келеді бұған қатысты. Ең көп мына параболаға қатысты келеді. Біз оны практика сабақтарында талдаймыз. Енді келесі бізде түзуді үйреттік, парабола үйреттік, так мынаны үйреттік. Енді гипербола. Гипербола дегеніміз x, яғни бөлшектің бөліміне келген кезде. Ол не деген сөз? Яғни мына графикті көрдіңіздер ғой, мына жалпы Декарт координаталар жүйесі болса, осында бір мынандай график бар. Ол мынаған шексіз жақындай береді бүйтіп. Бірақ мына x өзін, y өзін және x өзін қимайды. Ешқашан қимайды. Неге? Өйткені x егер 0-ге тең болса, x егер 0-ге тең болса, онда мына қиып кетеді. Ал бірақ x 0-ге тең болмай, себебі неге? Ол бөлшектің бөлімінде тұр. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес. Санды 0-ге бөлуге болмайды. Сол себепті мына нәрсені қимайды, сол себепті мына нәрсені қия алмайды. Тек жақындай береді. Шексіз 0,000 жақындай береді, жақындай береді, жақындай береді. Бұның да кездесетін нәрселер бар. Осыған қатысты тағы бір нәрсе бар, ол мында y тең, так, түп астында x. Бұның графигі мына түрде келеді. Y тең түп асты x-тікі, так, олардікі так қалай болады? Мысалға x-ға 4 берсек, x-ға 4 берсек, y-ге 2. 9 берсек 3. Мысалы мынадай нүктелер болады. Минустан бере алмаймыз уже. Сонда бұлай. Мына қисық болады. Әртүрлі. Енді логарифмнің несі бар. Енді оның бәрі қысқаша үйретейік. Ау? Енді мынандай нәрсе бар. Логарифмның графигі бар. Ол y тең логарифм a негізді x деген. Мына жерде бірден басталады, және бірден былай қарай оңға қарай кетеді. Осылай. Енді y тең модуль x-тікі болады, 10-кі былай көрсетіледі. Былай тік болады. Осындай тік болып түрде келеді. Енді сирек кездесетін графиктерде бізге ең басты мынау және мынау. Одан гиперболаны түсіндірдік қой. Енді тригонометриялық функциялардың графиктері. Енді тригонометрияда косинус және синустың графигі бар. Ол мына түрде беріледі. Бұнда енді мысалға аналардың барлығында 1, 2 деген сан түседі. Мына жерде қандай сандар жүреді? Бұл жерде мысалы мына жер пи бөлінген 2, мына жер пи, мына жер так 2 пи деген сияқты осылай жүреді. Мына жерде дәл солай. Мына жер 0 болса да белгілі, мына жер пи бөлінген 2, так пи бөлінген 2 осылай. Енді синус пен косинустың несінің айырмашылығы, графиктердің айырмашылығы мынада. Косинус мына бас өсті қимайды. Ал синус бас өсті қияды. Әйтпесе екеуі волнасы бірдей. Периодтарды дәл солай. Мысалынан әрбір арасы 2 пи деп айтылып отырады. Жаңа бір период 2 пи, мына екі қосылды уже бір шеңберді құрайды. Мынау астан үсті екеуін қоссақ бір шеңберді құрайды. Синустікі де дәл солай, синустікі бірақ 0-ден өтеді. Енді жалпы бұлар түсінікті. Енді келесі бізде үйрену керек нәрсе ол шеңбердің теңдеуі. Шеңберде былай графикті көрсетіледі. Енді мына x және y көздері бойынша оның формуласы былай: x квадрат плюс y квадрат тең болады r квадрат. Яғни x-тағы мәні мен y-тағы мәндерін квадраттап қосқан кезде бізде сол тұрған шеңбердің радиусын квадраттарын береді. Енді тағы да бұл шеңбер дәл бұлай графиктің қақ ортасында келу міндетті емес, ол басқаша түрлерде де келе береді. Ол бұлай келуі мүмкін. Мысалға мынандай бір график көрсетілсе, мысалға мынау а нүктесі, мынау в нүктесі дейік. Мына в нүктесі, мынау а нүктесі деп көрсетейік. Сол осы жерде шеңбер болуы мүмкін, мынау тәріздес, мынау r. Енді мынау центріне, шеңбердің центрі мына нелердің Декарт координаталар жүйесінің бас нүктесіне келген кезде осылай болады. Ал егер ол қисық болуы мүмкін, астында, төмен, жанында әртүрлі бола беруі мүмкін. Ол кезде қандай болады? Ол кезде мынай болады: x минус a-ның квадраты, мына x-тағы мәнін азайтамыз. X-тан азайтамыз және квадрат. Қосылған y минус v-ның квадраты тең болады r квадратқа. Дәл осындай формула. X минус a-ның квадраты плюс y минус v-ның квадраты тең болады r квадратқа. Ол неге байланысты? Ол мына екеуіне байланысты. Енді сіздерге мына графиктерді көрсетсем, мысалы мынау енді сабақты қайталап қарағаннан кейін сізге мынаны көрсетсе, түп асты x, мынау гипербола, оның формуласы 1 бөлінген x, так, мынау косинусоида, мынау синусоида, синустың графигі синусоида, косинустың косинусоида деп айталық.
дәл осылай сіз айтып бере бересіз, шеңбердікі мынау. Ал егер егер несін бермесе, нақты теңдеуін тап десе, сізге уже проблема туындайды. Ол қиын. Ол бөлек нәрсе. Так, мен осыны үйретем ендігі. Тақтаны тазалап, жаңа бір бөлімге көшсек. Енді бұлай. Мен не үшін мына формуланы ғана қалдырдым. Енді қарайық бұл формулаға. Y тең a x минус m-нің квадраты плюс n. Бұл не? Бұл кез келген теңдеудің несін, яғни графиктің теңдеуін табатын формула. Енді мына теңдеуіне қарап, суретін, яғни графигін салмай-ақ, оның примерно қандай болатынын айта беруге болады. Мысалға айталық. Тура мынаған қарайық, мен бұны сурет бойынша түсіндірейік. X азайтылған m, мына жақта не тұр? Плюс m де тұр. Мысалға, мына жерде y тең, x минус 2-нің квадраты болса, онда ол графиктің. Мысалы, x-тағы графиктер қойдасын, x-тағы плюс 2 де тұрса, минус 2 болса, мына жерге плюс 2-ні белгілейсіз. Осы примерно осы плюс 2-нің бір бойында жатыр. Бұлай тұру мүмкін, Енді қарайық, плюс n тура плюс n-ді белгіледік. Мысалы, мына жерге плюс 3 десек, онда мына жерде 1, 2, 3, 3-ті тауып аламыз да, осы 3-ті бойына едеміз. Плюс 2, плюс 3. Осының бойына график пайда болады. X квадраттікі парабола, ол түсінікті. Таңбасына қараймыз, алдындағы таңба. Оң ба, онда ол аспан қарап тұр міндетті түрде. Егер мына теріс па, теріс қып қойдық па, онда мына график уже төмен қарап қалады. Тура осылай, бірақ төңкерілген. Мына нүктеде болады деді ғой, төбес. Ол осы. Мына нүктеде енді осындай. Ондай төңкерілген түрде болады. Енді кез келген парабола, мысалы мынаны x өсін қиып өту мүмкін. Екі жерден қиып мүмкін. Енді тағы бір несі түрі, тағы бір түрі болу мүмкін. Ол парабола x өсін бір-ақ жерден қиып мүмкін. Мысалы айталық бетіп келеді да, мына бір нүктеден қиятта қайтып көтеріліп кетеді. Осындай болу мүмкін. Не болмаса мүлдем қимауы да мүмкін. Осы x өсінде y өсінде қимау мүмкін. Осындай болады. Енді тағы бірі сызып қойық. Ол мысалы бұлай қиды дейік. Мынау x өсін, x өс ғой, әрқашан горизонталға жатқан нәрсе x өс. Осы x өсін x1 және x2 деген нүктеде қиса, осы нүктелер оның квадрат теңдеудің несі, яғни жауаптар. Мынау ары қарай ашатымызақ не болады? Y тең x квадрат, қысқаша көйту формуласы бойынша ашамыз. 4x плюс 4 плюс 3 екен қоссақ 7-ні береді. Y тең x квадрат минус 4x плюс 7. Мына формуланы теңдеу мынау. Қай нүктеде қият деген тапсыз, уже ары қарай есептеп қоямыз. 4-тің квадраты 16, 16 4 көйту 7 минус 28. Азайтсақ уже минустан шығады. Дискриминант минустан шықса, онда ол мынаған келеді. Мынаған келеді. Себебі неге? Өйткені бұл дискриминант минустан шыққан кезде, онда x-тің бірінші және екінші мәні шықпайды. Ал бірінші екінші мәні шықпады деген сөз, ол x өсін қимайды деген сөз. X өсін қимаса, онда жоғары жақта. Енді мен қазір нарда просто қала салдық қой, минус 3 деп. Нақты мәндерін алатымызда, онда қиятын мәндер шығады. Енді мына төбелерді қалай табуға болады? Бұның төбелерді табудың өзінің мәндері бар. Мына m төбесі деп айтатын мысалы, мына жерде m. Бұл тең болады минус 2, қандай 2v бөлінген a бір турасында төбелерді табатын формулалар бар. Дәл осылай. m-ді n-ді табатын. Мынау жалпы мына формуланы түсіндік қой. Мысалға, мынандай график беру мүмкін. Сізге берді, мысалға, бұлай. Мына формула тек параболада емес. X-тің y тең x куб деген формуласында да жүреді. Сол мына жер 3 болса, мына жер 0. Y тең, оң қарап тұр. X квадрат қандай болады? X өсімен алғанда уже 0 де тұр. Егер бүйтіп тұрған кезде, онда біз мынаны алып қарайтын едік. Мына жерде нешеге түсіп тұр, соны жазатын едік. Бірақ мына жерде бізге неге 0-ге келіп тұр, 0. Плюс 0-ді қосып квадраттан ештеңе өзгертпейді. Онда плюс 3 де тұр, онда плюс 3. Енді квадрат емес куб болады. X куб плюс 3-тің графигі мынаған ұқсайды. Яғни мынау тангенс пен котангенсігі тура осындай болады. X кубтігі де дәл осындай болады. Енді қалған неден кітапшалардан, қосымша ақпараттардан көре жатасыздар. Главный мынау. Енді кез келген
кез келген мынандай қисық түзулі болып келетін функция графиктеріне жанама жүргізуге болады кез келген нүктеден. Мысалы мына нүктеден жанама жүргізсек, мына нүктеден қалай айтамыз? Так, былай түзсақ, мына жерде x0 деген нүкте. Осы x0 нүктеден y тең, так, мына fx деген бір функция, белгісіз біз үшін. Осы функцияны fx нүктесіне не істейміз? Так, жанама жүргізейік. Бір нүктеде жанап өтті, енді мен түзсіз көрген жоқпын. Так, бұл y тең, так, айталық gx деген. Екінші бір функция. X нолевой енді сөзбен айтатын болсақ, y тең fx функциясының x нолевой нүктесінде y тең gx деген жанасы өтті, яғни жанама теңдеу шықты. Енді осы жанама теңдеу мына x өсімен, ox өсімен әрқашан бір бұрыш жасап отырады. Мысалы, мына нүктеден бір жанама жүргізуге болады, былай. Бұл бір бұрыш жасайды. Мына нүктеден жүргізуге болады, былай. Әртүрлі. Енді мына бұрыш болады, бұл бұрыш альфа. Осы бұрышты табатын формула бар. Ол формула былай. Есепті былай беру мүмкін. Y тең fx деген функция бар, мынандай бастапқыда парабола болуы мүмкін әртүрлі. Осы бастап берілген функцияға жанама жүргізілген жанаманың ox өсімен, мына ox өсі мына ox өсімен жасайтын альфа бұрышты тап дейді. Осындай кезде не істейміз, ол кезде мынандай формула пайдаланамыз. Берілген функциядан туынды аламыз. Мысалы, g fx деген функция тұр ғой. Осыдан туынды аласыз, және оны тангенс альфаға теңестіресіз. Қанша шығады? Уже ары қарай теңдеу. Альфа тең болады, мысалы, пи бөлінген 6 болуы мүмкін. Альфа тең болады, пи бөлінген 3 болуы мүмкін. Ал егер осы пи бөлінген 3-ті, мысалы, тангенсін орнына қойсақ, не болады? Тангенс пи бөлінген 3-тегі мәні, мысалы, 60 градустағы мәні қанша болады? Синустағы мәні түбірас 3 бөлінген 2, егден бір түбірас 3-ге тең болады. Түбірас 3. К тең болады неге? Түбірас 3-ге. Яғни, жүргізілген жанаманың ox өсімен жасайтын бұрыш арасында коэффициент 3-ке тең, түбірас 3-ке тең, ал жасайтын бұрыш уже бұл түбірас 3 тангенстегі мәніне қарайсыз, қанша? Пи бөлінген 6, соны айтасыз. Жалпы функцияның графигі деген тақырыпқа қатысты, яғни бүгін біршама функцияларды өттік. Кез келген функцияны табатын формула мынау. Мына алда тұрған а деген әріп, бұл мынаның кеңдігін көрсетеді. Мына екеуінің аралығын. Мысалы, аның алдында 3 тұрса, ол тарылған болуы мүмкін, кеңген болуы мүмкін. Әртүрлі, енді жалпы бірнеше функциялар көрсеттік. Осындай бір формула бар бізде, және шеңбердің формуласы, әрқайсының жеке-жеке формулалар бар. Соларды жазып, жаттауыңыз керек. Жаттағанда жазып, нақтылап конспектлеп қоясыз, тест тапсырып жатқанда, дәл соны көрсеңіз, дәл бүгінгі ашқан тақырыпты ашасыз да, егер салыстырып қарап, соған қажетті амалдарды қолдана бересіз. Осымен біздің функцияның графигі деген тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Audio